Zoom бағдарламасын жүктеп алу үшін біз Chrome не болмаса өзіңіздің компьютеріңіздегі браузердің поисковигіне жай ғана Zoom деп жазсаңыз жеткілікті. Zoom деп жазғаннан кейін өзіңіз көріп отырғандай Zoom AS, бесплатная регистрация, запросить демонстрацию, Zoom, видеоконференция, веб-конференция және де бірінші, екінші, үшінші бөлімінде Zoom AS download деп тұр, яғни Zoom бағдарламасын скачаттап алып компьютерге орнату деген сөз. Zoom AS download центр Zoom'ды басамыз. Басқаннан кейін сізбен біздің алдымызға центр загрузок шығады, яғни программаларын скачаттап алатын орталық. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай клиент Zoom для конференции версиясы тұр. Плагин Zoom для Microsoft Outlook, плагин Zoom. Бұның барлық керек емес бізге. Бізге керегі мобильное приложение Zoom Google Play, не болмаса App Store, не болмаса бірінші сілтеме загрузить. Загрузитті басамыз. Менде ол скачатталған. Қайтадан скачаттай салайын. 13,5 мегабайт. Скачатталғаннан кейін ашамыз Zoom'ды. Орнату үшін Zoom ашылып орнатылып жатыр. 52%. Zoom орнатылды бізде. Мінеке, көріп тұрғандай. Zoom'ды басамыз орнатылғаннан кейін. Орнатылған Zoom бізді кіруге шақырады, яғни войти в конференцию, не болмаса войти деп тұрады. Войти в конференцию деген сіздерге алдын ала берілген сілтеме код арқылы жаңағы идентификатор конференция сізге береді. Кез келген конференция ұйымдастырушы сол сандарды теру арқылы сіз конференцияға қатыса аласыз, тіркелмей. Ал егер Zoom'ға тіркелу қажет болса, войти екіншісін басып, мына жерде не болмаса өзіңіз жаңағы зарегистрироваться бесплатно кіріңіз. Не болмаса ең дұрысы Google аккаунтыңыз бар болса сізде, немесе Facebook аккаунтыңыз, логин паролін білсеңіз олардың, жай ғана Google-мен тіркеле салыңыз. Көп уақытыңызды алмайды. Өзіңіздің аккаунтыңызды таңдайсыз. Мысалы, gmail.com керекті бағдарламалардың жаңағы керекті галочкалар басамыз. Создать учетную запись. Открыть приложение Zoom Meeting басамыз. Болды. Осы қана керегі. Керекті мәліметтер мүмкін сізден сұрауы мүмкін, туған жылыңызды, айыңызды, оны толтырып, ары қарай далені баса берсеңіздер, сіздерді автоматты түрде Google арқылы Zoom тіркеп береді. Мінеке, біз қазір Zoom'дамыз. Біз Gmail арқылы тіркелдік. Gmail.com доступенбіз. Статус қойып қойсақ болады. Нет на месте, не болмаса не беспокоить. Біз қазір доступенге қойып қоямыз. Мынау біздің мінеке Zoom'дағы профиліміз, міне идентификаторына біздің жаңағы конференцияға шақыратын персональный кодымыз 743-733-66-17 егер ұйымдастыратын болып жатсақ. Және де мынау біздің сілтемеміз. Біз бұны копировать етіп, адамдарды шақыру мақсатында таратсақ болады. Адрес электронной почты вход в систему. Біздің адресіміз белгілі. Редактировать етсек болады барлығын. Тип лицензии бізде 100 адамға дейін рұқсат берілген конференция өткізуге. Сағат, часовой пояс Алматы бойынша. Барлығы бұл түсінікті деп ойлаймын. Бұл біздің өзіміздің жеке мәліметіміз, бізге қатысты ақпаратымыз, өзімізде белгілі дүниелер болғандықтан өзімізге қатысты бұлар жұмысқа ешқандай бір өзгерту қажет етпейді белгілі бір. Енді сіздермен Zoom-ның ішкі функциясымен танысып көрейік. Біз конференция ұйымдастыратын болсақ, новая конференцияны басамыз. Новая конференцияны басқаннан кейін сізде автоматты түрде өзіңіздің веб-камераңыз, менде қазіргі жағдайда веб-камера қара, өйткені мен камераны жауып тастадым. Сондықтан қара болып тұр. Бұл жерде веб-камерадан өзіңізді көретін боласыз, және де мына жерде дауысыңыз ары бері жоғары төмен жасыл қозғалып тұрса, шкала, яғни сіздің даусыңыз жақсы жазылып жатыр, және де қатысушыларға естілетін болады. Видеоны таңдайтын болсаңыз, егер мынаның үстінен бассаңыз, жай ғана
сіздің веб камераңыз жабылады, яғни сіздің анау жақта не істеп жатқаныңыз белгісіз болады, бірақ та дауысыңыз естіліп тұрады. Егер микрофонның үстінен басатын болсаңыз, микрофон да естілмейді, және де сіздің веб камераңыз да сөніп тұр деген сөз. Микрофонды қостық, камераны қостық, камерада артқы фонды қалай айырбастаймыз деген сұрақтар келеді. Оны айырбастау үшін мына жердегі үшбұрышты жоғары қарай көтерсек, выбрать виртуальный фон деген бар. Выбрать виртуальный фон арқылы өзіңізге ұнаған фонды арт жағыңызға қойсаңыз болады. Яғни сіздің артыңызда жаман қабырға не болмаса жаман обой болса, сіз мынаны қойсаңыз, сіздің өзіңіз бет бейнеңіз мына жерде тұрады да, ал артыңызда осындай жасыл фон шығып тұрады. Осылай. Ал демонстрация экраны дегеніміз, сіз презентация жүргізетін болсаңыз, қазір мен бір кез келген презентацияны аша салайын. Ашып дайындап қояйын. Демонстрация экранын басу арқылы сіз өзіңіз керекті жаңағы ашылған, мына жердегі көріп тұрғандарыңыздың барлығы бұл менің ашылған программаларым компьютердегі. Яғни Zoom автоматты түрде өзі оны анықтап тұр. Мысалға, мынау документы деген мінекей. Міне документ ашылып тұр. Nox Player деген міне осы бағдарлама ашылып тұр. Camtasia, мінекей Camtasia ашылып тұр. Трафик жаңағы презентация, мысалы, мінекей. Егер мен экранды басатын болсам, экрандағы барлық істейтін іс-әрекетім адамдарға көрінеді. Егер презентацияны ғана басатын болсам, адамдарға презентация ғана көрінетін болады. Мінекей демонстрация экраны. Демонстрация экранадан өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде қазір презентацияны көрсетіп жатырмыз. Остановить демонстрацию. Остановить демонстрацию, яғни экранды көрсетуді тоқтатады. Конференцияға адам шақыру үшін, жаңағы участниктарды қосу үшін, мына жерде мінекей участники деген бар. Пригласить басамыз, пригласить басқаннан кейін копировать ссылку приглашение деген бар. Копировать ссылку приглашение дегеніміз тек қана сілтеме ғана жібереді. Яғни оны бір өздеріңіз чаттарға жібере аласыздар. Мінекей, мысалы, копировать ссылку приглашение осылай болады. Telegram чатқа, WhatsApp чатқа жіберсеңіздер, осы арқылы басу арқылы, егер өзінің телефонына, компьютеріне Zoom орнатқан адам автоматты түрде кіріп кетеді. Ал копировать приглашениені басса адам, копировать приглашениені басқан кезде ол кісіге мынандай жазба барады. Подключиться к конференции Zoom. Сілтеме арқылы және де идентификатор конференции код доступ арқылы қосыла алады. Код доступ арқылы қосыла алу деген, қазір алдағы уақытта мен оны түсіндіретін боламын сіздерге. Жалпы жаңағы кодты жазып, идентификаторды жазып, содан кейін код доступты жазу арқылы чатқа сілтемесіз қосылып кетуге болады. Енді келесі этап бізде Zoom конференция чатқа адамдар қосылады. Мынау мінекей біздің жазатын, жаңа файл жіберетін, презентация жіберетін, суреттер жіберетін чатымыз. Чат деген демонстрация экран біз көрсеттік. Алдында презентацияны демонстрировать ететін болса, презентацияны таңдаймыз. Полностью компьютерный экран презентовать ететін болсақ, экранды таңдаймыз. Совместное использование бастаймыз. Сол кезде адамдарға менің барлық қазіргі компьютердің алдында істеп жатқан іс-әрекеттерімнің барлығы адамдарға көрініп тұр. Комментировать, яғни мына жерде былай сызуға болады, метка қоюға болады. Былай мінекей кішкентай ғана метка қойылды міне. Ластик бар, өшіріп тастауға болады. Керек емес ақпараттарда жазуға болады. Жауып тастауға болады ең соңында. Сосын тазалап тастауға болады. Очистить все рисунки и закрыть. Остановить демонстрацию. Сіз өзіңіз қосыласыз. Яғни не болмаса картинкасыз, не болмаса веб-камерасыз, не болмаса веб-камен. Мысалы веб-камен. Содан кейін барлық сабақты алдын ала басынан бастап, әрине конференцияның алдында мынандай дополнительный деген бөлікте записывать на этот компьютер деген бар. Яғни сіздің болып жатқан сабағыңызды жазып алады видео форматта. Мінекей запись кетті мінекей. Осылай сіз конференция ұйымдастырып, участниктерді шақырасыз.
ал өзіңіз конференцияға шығып кететін кезде не болмаса өзіңіз шығып кетесіз, не болмаса толық конференцияны тоқтатасыз. Біз енді конференцияға қатысушы ретінде пайдаланушы болып көрейік. Ол үшін біз войти-ді басамыз. Мана біз ұйымдастырушы ретінде болдық. Енді конференцияға қатысушы ретінде войти-ді басамыз. Егер бізге алдын ала сілтеме берілген болса, біз құр сілтемені баса салу арқылы конференцияға өтсек болады. Бірақ та бізге сілтеме берілмей, жай ғана бізге осындай хабарламамен келсе, және де сілтеме қойылатын сіз функцияны көрмесеңіз, функция дегенде көріп тұрсыздар ғой, мысалы укажите идентификатор конференции дейді. Осындайда біз идентификаторды жазамыз. Идентификатор дегеніміз ол 743 703 66 17 743 733 66 17. Не подключать звук, яғни микрофон өшіріп тастайды, выключить мое видео, веб-камераны өшіріп тастайды. Войти-ді басқаннан кейін сізден пароль сұрау керек, 5RKDM4. Сол парольді жазасыз, код доступа 5RKDM4-ті. Бізден не себепті сұрамады? Себебі бұл біздің өзіміздің конференция аккаунтымыз. Егер біз бөтен біреудің адамның конференциясына кіретін болсақ, бізден міндетті түрде сұрайтын еді. Завершить.